Сабағымыздың мақсаты шығармашылық ойлау, сурет салу дағдысы және ұқыптылықты қарау. Бүгін біз не саламыз балалар? Бірінші суретін саламыз. Сосын оны не істейміз? Бояймыз. Тағы қорғаймыз, иә? Ал енді алдыңғы сабақта өткен тақырыбымызды қайталап бәйтеректің суретін салдық, иә? Енді бәйтеректің жоғарғы бөлігінде не болады екен? Үлкен домалақ шеңберіміз болады екен, иә? Ал бәйтерек болады, иә? Тік болады екен. Ал қандай бөліктерден тұрады екен бәйтерек біздің? домалақ Тамырдан, тінен, бұтағынан және шеңберінен тұрады екен, иә? Кім айтады бүгін қауіпсіздік ережесі? Бейнелеу өнері сабағында қауіпсіздік ережесін кім айтады? Раян айтады. Жыртып алмаймыз. Қағазбен жыртып алмаймыз, иә? Бір-бірімізбен мынандай үшкір заттармен не істемейміз? Ойнауға болмайды. Сосын көзімізді, бетімізді жарақаттап алуымыз мүмкін. Соны қауіпсіздік ережесінде дәптердің дәл ортасына осындай сопақшаны саламыз. Денесінен кейін басын саламыз. Енді үлкен қанатын саламыз. Екі қанаты бірдей болсын, иә? Сондықтан енді астыңғы кіші қанатын саламыз. Кімге қиын болды көкті, ал кімге көмек қажет болды қызылшаны мына жерге келіп жабыстырамыз. Барлығымыз бірге келіп жабыстырайық. Бәрін бірге.